Смартфон біздің өміріміздің ажырамас бір бөлшегіне айналды. Құралды қолдануды оңайлату мақсатында біз сіздерге 5 керемет лайфхак ұсынбақшымыз. Жай ғана дисктен керемет подставка жасауға болады. Видеодағыдай 2 сызық белгілеп аламыз, осыны қыздырамыз. Енді майыстырамыз. Көріп отқандарыңыздай керемет подставка шықты. Күніне біздің ағзаға ең аз дегенде 2 литр су керек, бірақ біз оның жартысын да ішпейміз. Сондықтан бізге смартфоннан Water Drink Remainder атты приложение керек. Ол сізге қанша су ішу керектігін нұсқап отырады. Егер де үйіңізде ескі кассеталар сақтап қалған болса, ол сіздің смартфоныңызға подставка ретінде қызмет ете алады. Сулы жерде смартфонмен видео түсіріп жатсаңыз, жай ғана микрофонды қолыңызбен баса салыңыз. Бұл сізге таза дыбыс шығаруға мүмкіндік береді. Смартфон қуатталып жатқан кезде батарейкасы қызады, және сіз аз жылдамдықпен қуат аласыз. Телефоныңызды салқын жерге, мысалы терезе алдына қойып қуаттаңыз. Бұл арқылы телефоныңыз тез қуатталатын болады. Тағы бір керемет подставка істеудің жақсы тәсілі қатты картоннан жасалған подставка. Картонды дәл осындай мөлшерде кесіп аламыз. Егер сізде планшет болса, бұндайдың 3-еуін алған дұрыс болады. Картон сіздің девайстан сәл үлкен болу керек. Картонды бір-бірімен жабыстырамыз. Бір жағынан ұзындық арқылы, екінші жағынан ені арқылы белгілеп аламыз. Осылай кескін түсіреміз және қиямыз. Енді гаджетіңізді өзіңізге қолайлы етіп қолдануыңызға болады, және кез келген бұрышпен. Видеомыз аяғына жетті. Ұнаса лайк басыңыз және тіркелуді ұмытпаңыз.